Пайғамбардың үйін торылдау. Алдын ала жоспарлағандай әр рудан таңдалған тепсе темір үзетін мықтылар түн ортасы ауғанда ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үйін қоршап торылдауға кірісті. Араларында Әбу Жахил, Әбу Лахаб және Умайя ибн Халаф сияқты азулылар да бар болатын. Қаскөйлер таңның рауандап атуын, Әзірет Мұхаммедтің үйінен шығуын күтіп, кірпік қақпастан күзетті. Әдеттері бойынша біреуді үйінде жатқан жерінде өлтіру қорқақтықтың ең масқара түріне жататын. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дұшпан үйінің айналасына мықтап орныққан сәтте сыртқа шықты. Табалдырықтан аттар аттамас жерден бір уыс топырақ алды да күзетші қаны безерлерге шашып жіберіп, Ясин сүресінің алғашқы 8 аятын оқыды. Екі көзі төрт боп түні бойы пайғамбардың үйінен шығуын күткендердің бірде-біреуі оны көре алмады. Біраз уақыт өткенде қастарына жақтастарының бірі келіп, «Неғып отырсыңдар, сақадай сайланып, көздеріңді шел басқаннан сау ма?» Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әлде қашан бастарыңа топырақ шашып, көз алдарыңда осы үйден шығып кетті, деді. Не болғанын түсінбеген мүшриктер бір-біріне қарап шаң-шаң болған шаштарын қақты. Сонан соң әлгінің айтқандарына сенер-сенбестерін білмей үйге кіреді. Төсекте ұйықтап жатқан адамды көріп, «Қайда шыққан? Әне ұйықтап жатыр әлі», деп сыртқа шығып, таң атқанша тағы күтеді. Таңертең Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам орнынан Әзірет Әлидің тұрғанын көргенде қандары бастарына теуіп, ашуын кімнен шығарарын білмей әбден ызаланады. Мұхаммед қайда деген сұрақтарына Әзірет Әлидің «Мен қайдан білейін, оянғаным жаңа ғана емес пе?» деп жауап беруі оларды тіпті ашуландырады. Хақ тағала осы оқиғаға қатысты Әнфәл сүресінің 30 аятын түсірген. «Уа Мұхаммед, кезінде күпірлікте қасарысқандар сені зынданға тастап, қамап қоюды, не болмаса өлтіруді, яки жер аударып жіберуді ойластырып, бір қатар айлы амал ойластырып тұзақ құрумен болған еді. Олар тұзақтарын құра берсін, бәрібір Алла өз дегенін болдырып, біреуге құрған тұзақтарына олардың өздерін түсіреді. Алла тұзақтың қайырлы болғанын құрушы». Расулулла үйінен шыққан беті асығыс Әзірет Әбу Бәкірге келіп, жағдайды түсіндірді де апыл-ғұпыл жол азығы мен зәру заттарын алып жолға шықты. Бет алыстары Меккенің төменгі тұсындағы, яғни оңтүстік батысындағы қалаға 3 сағат қашықтықтағы Сәуір тауы. Сыдық досты Алла елшісінің біресе алдына орағытып, біресе кейін қалып алаңдап келеді. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: «Уа Әбу Бәкір, неге менімен қатар жүрмейсің?» дегенде, «Әзіз жолдас, алды-артыңа көз тігіп, сені қорғап жүрмесем кім болғаным?» деп сауалға сауалмен жауап береді. Екеуі Сәуір өңіріне жетті. Жұманың түні. Үңгір айналасында қыбырлаған жәндік жоқ, тып-тыныш көрінді. Бірінші болып қараңғы үңгірге Әзірет Әбу Бәкір кірді. Ішін тазалап, қиыршық тастарды лақтырып, отыратын орын әзірледі. Үңгірдің майда тесіктерін бел орамалмен жыртып бітеген болды. Қалған бір тесікке аяғын тіреді. Сонан соң пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам шақырды. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үңгірге еніп, досының тізесіне басын қойған күйі көзі ілініп кетті. Біраздан соң Әзірет Әбу Бәкірдің қуысқа таяған аяғы удай ашыды. Жылан шаққанын білсе де, аяулы жанның ұйқысын бұзбайын деген ниетпен тістенген күйі
қыбыр етпеді. Бірақ жылан зәрі жанын сыздатқаны сондай, көзінен ыршып кеткен ащы жас тәтті ұйқыдағы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бетіне тамып кетті. Сол уақытта шырт ұйқыдан оянған Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: «Не болды саған, досым?» деп басын көтеріп алды. «Анам, әкем сенің жолыңда құрбан болсын. Уа Расулалла, мазасызданатын ештеңе жоқ, аяғымды жылан шақты ғой деймін, удай ашып кетті», деді Әзірет Әбубәкір. Расулалла мүбәрәк түкірігін Әзірет Әбубәкірдің аяғына жағуы мұң екен, Алланың құдіретімен айығып шыға келді. Мұнан соң Алланың әмірімен үңгірдің қуысына бір өлмекші келіп, өлмек құра бастады. Тура кіреберіске бір көгершін ұшып келіп ұя салды. Бұлар Расулалла мен оның досы Әзірет Әбубәкірді Құрайыштық дұшпандарынан қорғауды өз мойындарына алып күзетке тұрғандай еді. Сәуір үңгіріне таяу келген мүшриктер: «Осы үңгірді тінтіп шықсақ қайтеді?» деді. Олардың айтқандары үңгірдің ішіндегілерге анық естіліп тұрды. Жауыздардың бірі үңгірдің аузына жақын келіп сәл тұрды да қайтадан кері бұрылды. «Ішіне үңілсең етті, ақыры қасына барған соң», деген жолдастарының сөзіне кіре берісінде жабайы көгершіндер ұя салыпты. «Кешелі бүгінді салынғанға құсамайды. Бұл жерге адам қалай кіреді? Ұя бұзылуы керек еді ғой», деп жауап берді. Умайя ибн Халаф та ашуланып: «Неғып үңгірдің айналасынан шықпай қалдыңдар? Көздерің жоқ па? Ана өрмекшінің торына қарасаңдаршы, атам заманғы өрмек қой ол. Мұхаммед тумастан бұрын бар шығар», деді. Мүшриктер үңгір маңынан алыстай берді. Осылайша Алла тағала жаратқан жәндіктерін өрмекші мен көгершінді сүйікті құлына күзетшілікке пайдаланғандай еді.